Құрылыс басталардың алдында тапсырыс берушінің сәулет жоспарлау тапсырмасын алуы қажет. Құжатта нақты жер учаскесінде объектіні орналастыру бойынша негізгі талаптар, қала құрылыстық регламенттер бойынша жобалау және құрылыс салудың шарттары мен шектеулер жазылған. Сәулет жоспарлау тапсырмасын алу процесін егжей-тегжейлі қарастырамыз. Сәулет жоспарлау тапсырмасын алу үшін құжаттарды объектінің орналасқан орны бойынша халыққа қызмет көрсету орталығы немесе электрондық үкімет веб-порталы арқылы беруге болады. Сәулет жоспарлау тапсырмаларын беру мерзімі 6 жұмыс күні, техникалық күрделі объектілер үшін 15 күн. Техникалық шарттар, нақты жоспарлау жобасынан көшірмелер сияқты бастапқы материалдар алу үшін де осындай уақыт қажет. Техникалық күрделі объектілер үшін 17 күн. Үй-жайларды реконструкциялау және қайта жоспарлау кезінде бастапқы материалдар алу мерзімдері 15 күн. Дәлелді бас тарту 5 жұмыс күні. Сәулет жоспарлау тапсырмасын алу процесі екі жағдайда регламенттеледі. Жаңа құрылыс, сондай-ақ реконструкциялау, қайта жабдықтау немесе қайта жоспарлау кезінде. Жаңа құрылыс кезінде сәулет жоспарлау тапсырмасын алу рәсімін қарастырамыз. Бұл үшін қажет сәулет жоспарлау тапсырмасын алуға өтініш берушінің жеке куәлігі, жобалауға арналған бекітілген тапсырма, жерге мемлекеттік акт, техникалық шарттардың сауалнама парағы, топографиялық түсірілім. Сондай-ақ қажетті пакетті таңдау қажет. Енді реконструкциялау, қайта жабдықтау және қайта жоспарлау кезінде сәулет жоспарлау тапсырмасын алу рәсімін қарастырамыз. Қажетті құжаттар тізбесі. Сәулет жоспарлау тапсырмасын алуға өтініш берушінің жеке куәлігі, жобалауға арналған тапсырма, өтініш берушінің өзгертілетін объектіге меншік құқығын куәландыратын құжат, меншік иесінің белгіленіп отырған өзгертулерге жазбаша келісімі, көршілес үй-жайлардың меншік иелерінің нотариалдық куәландырылған келісімі, өзгертілетін үй-жайдың техникалық паспорты, техникалық жоба, инженерлік желілердің қуатын арттыру үшін сауалнама парағын ұсыну қажет. Егер реконструкциялау қосымша бөлу кесіп беруді көздейтін болса, жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат қажет болады. Ғимаратқа жапсар жай және жай үсті салыным реконструкциялау түрлерінің біріне жататынын есте сақтау қажет. Егер құрылыс мекемесі ұсынған құжаттар толық болмаса, немесе оның мерзімі өткен болса, оған ғимараттың құрылыс жоспары берілмейді. Сондай-ақ жер телімі құрылыс талаптарына немесе бас жоспарға сәйкес келмесе де рұқсаттама берілмейді. Мұндай құжаттарды толтыру кезінде не нәрсеге мән беру керек? Өтініште, сауалнама парағында барлық жиектерді дұрыс толтыру қажет. Қате немесе мәліметтер болмаған жағдайда дәлелді бас тартылады. Мысалы, сіз жеке тұрғын үй салғыңыз келеді. Өтініште өтініш берушінің мекен жайы, телефоны, тапсырыс берушінің деректері, жобаланатын объекттің атауы және қажетті пакет көрсетілуі тиіс. Аталған жағдайда нөмірі 1-ші пакет. Құжаттарды тапсырудың күнін көрсету және қол қою маңызды. Инженерлік желілерге қосылу үшін техникалық шарттардың сауалнама парағында да осы қағиданы ұстау қажет. Жеке тұрғын үй құрылысын қарастырамыз. Реконструкциялау, қайта жоспарлау немесе қайта жабдықтауға бастапқы материалдар және рұқсат құжаттарын алу үшін өтініштің барлық жиектерін толтыру маңызды. Жобалауға арналған тапсырманы толтырудың үлгісі. Сәулет жоспарлау тапсырмасы алынғаннан кейін меншік иесі лицензиясы бар жобалау компанияларында эскиздік жобаға тапсырыс береді.